Хорошо. Assalamualaikum. Так, мен Босанов Анужанның сенімді өкілі. Аты қонысылай жақсы. Жақсы болады. Сайлап алдық, дайындықтар қалай болып жатыр екен, соны сізбен сөйлесіп білейін деп едім. Олар екен. Қанша сайлаушылар бар екен? Учаскемізде қанша сайлаушылар бар? 2957. Қанша адам открепление бүгінге? Қанша адам открепление? Төртеу ме еді? 4 адам алды. Төртеу. Мүгедекке заявка бердіңіз? Екеуі бір. Значит, 3000 адам бар екен. 3000 иә. Так, неше адам, неше сайлау мүшесі? 9 ғой. 9, да. Біз екеуміз осыдан. Енді ертең үлкен Қазақстанның несі бар. Иә. Үлкен жұмысқа барыңыз. Іске кәсіпкерлік барыңыз. Біздің арқаларымыз өте жақсы. Сайлауда өтеді ғой. Күтеміз. Бақылаушылар. Жаңағылар кім еді? Әбішева деген кісі келіп кеткен. Bu da oldu mu? Қошановтікі, иә. Orada başka bir şey yapacağım. Ben başka yani şirketten ayrılıp geleceğim. Varım o zaman. Aptal kalasın, sözsüzler. Bunlar kimdir o? Bakalauçuların bir ötüşleri var. Onun kalay size kalay kes, kalay bir şey olarak bir bir sorun kelerken sizin aktörünüz kim болады? Abu Kadirov var. Әбді Кәдіров. Ғабеке, сіздің қандай өтінішіңіз қандай? Менің өтінішім мына наблюдательдің орны қарама қарсы тұрмаған жақсы. Хотя бы біз мына жер болсын. Төраға бірге столын қосып, бірге отырса, біз мына төрағаның орнына мына жерге столдар қойып, бірге біз отырсақ деп. Бізде жаңағы қарап отырайын деп едік та. Бақылап отырайын. Иә, жазылып тұр ғой, бақылап отырыңдар деп. Көз жететін жерге де. Оның жаңаларда аз беріп кеткен, азы жауап береміз. Қазір жоғары орындар келіп жатыр, солардың шешкені ме? Жаңа Әбішева деген. Жоқ, көшеде сіз ғой шешетін. Дәл сондай Төрағасы сіз ғой. Жоқ, ауданмен келісуім керек қой. Кім аудан кім? Бұл жерде аудан басшы несі жоқ, шаруасы жоқ. Бұл жерде ЦИК бар, Центральный избирательный комиссия. Ауданы қараймыз ғой бәрі. Қазір келіп солардың ақылдасамыз. Азақанов дейтін. Иә, Азақанов. Асқар қайда екен қазір? Асқар қайда екен? Кім? Азақанов сендер Центральный избирательный комиссия. Орталық. Бұл жерде әкім шешімі керек емес. Әкім сұрап отқан жоқпын, мен өзім районный избирательный комиссияны айтып. Әкімнің шарап шықпадым. Ал өзіңіз қалай ойлайсыз? Мынаны былай қойсақ, келісіп отырсақ, қалай ойлайсыз? Ойыңыз қалай? Мен осылай тұрғаным дұрыс көрмін. Онда ешқандай бір дүние жоқ қой, көріп отырады ғой, еш тұрады. Бақылаушылар мына олардың айтуы болады, мысалы талаптары, мысалы өздері айтады. Мысалы ана жерге неткенде біз көрмейміз, арқасынан тек арқасын көріп тұрамыз дейді. Бір жағынан отырып былай көргеніміз жақсы көреді деп. Жоқ, бәрі де осы 10 Оны керек емес қой. партия келді ғой, соның бәрін нетіп отқан жоқ. Бұл жерде бақ өкілдері керек емес, байқаушылар, основном сенім өкілдері де керек, тек наблюдательдер керек болды. 3 адам. 3 адам ба? Қалғандар ана жерде отыра берсін. Қалып 3 адам, бір адам отырады ғой, өгендіден, бірақ 3 болып тіркеледі, ауысып отырады. Бір адам тіркеледі. 3 адам тіркеледі, бір адам отырады. Әр өкілдер әртүрлі бәрін бір адам отырады, 3 болып жиналады, ауысып отырады, түсініп отырмын. Жоқ, неге қарсысыз сіз?
мына жерге отырсаңыз, міне мына бірге столды кішкене сәл осылардан бөлек мына жерге 4-5 стол қойсаңыз, сол 4-5 адам отырады. Неге мен қарсы емеспін, мен жоқ. Сіз қарсысыз. Мен өйтуге болмайды ғой. Тағы ауысуым керек. Мен Оны ауыстыратын мен ауыстырып берейін сізге столыңызды. Қазір адам мен дос балдарымды шақырамын да. Сайлау халық үшін барлығымызды халыққа нетіп келісіп жұмыс жасап нетсек қайтеді. жасап отырмыз ғой. Мен де айтып тұрмын, өзімнің ойымды. отырсақ деген нетсек. Мен де өзімнің ойымды айтып отырмын. Қалай болады, қалай нетесіз? Мен қазір ақылдасайын айтамын. Сіз аға төрағасысыз ғой, сіз шешу керексіз учаскеде мына жақта бәрін. Кіммен сіз ақылдасыңыз келіп? Ауданмен. Ол тек сіздің құзырыңыздағы заттар. Өзіңіз. Ешкім сізге приказывать ете алмайды, сіз тек шешетін мұнда. Ал сіздер сайлау мүшелері қалай ойлайсыз? Бұл жерге нетсек сыйсыздар отырсаңыз. Неге? Неге болмайды? Жеке өзіңіздің негізге не алатын болсаңыз дұрыс ғой. Жеке болсаңыз, мен дейтін, мен бақылаушымын біріншіден. Маған рұқсат түсіруге видео. Фиксация. Ең бірінші фиксация жасатқан ескерткеніңіз дұрыс болмай ма? Сіз көріп тұрсыз ма адам бері нарушение идет? Сіз көріп тұрсыз ба? Нарушение болып тұрған? Не нарушение? Да. Кім? Сайлаушылар қайдан кіріп қайдан шығады сонда? Кіретін жер қайсы шарттар бар. Бресттен шыға ма? Сайлаушылар Бресттен шыға ма тек қана? Я Брест. Он что? Вот это что кухня ладно? Үш мың адам дейсіз бе? Ну, вообще, не приспособлены вообще. Азар болса несі базы бітімде қамап қалады. Белгілі бар. Қаяқтасың ба? Пожар безопасности не отвечает, что мы можем. Да. Ну, и пожар болса не отвечает. Секіреміз де терезеден не істейміз басқа пожар болса. Требования не сәтті. Жоқ, сәйкес келмейді да пожардың заты. 3000 адам еще сізде. Мына жер түсіруге болады ма? Ішін. Ана есік жабық та. Оның ішінде түсірмейші оны, кухнясы ма балдарын шай ішетін? Ой, түсірім берген зат түсірем да мен. Мына екінші этажға кім қойған? Кім оны екінші этажға қойған? Неге екінші этажда? Мынандай не жоқ. Мына сіздің учаскеңіз пожарный безопасностьқа соответствует ете ме? Пожарный безопасностьқа соответствует ете ме? Ертең жерде болса Брестте халық қайда шығады, қайда келеді? Кім мынаны еткен? Предложить еткен? Осы участокта? Тап осы жерге? Білмеймін. Онда ана есікті ашып қою керек. Ашып қою керек, ол кілттеніп тұр. Арнағында несі бар ма? Жоқ, ана есікті айтам, мына кухнядағындай. Ашып қою керек деймін да. Кілттеніп тұр ол қазір, вообще ашып қою керек ертеңге.
ашамыз мынадан тура кетесің ғой сөзді былай екі рет түсіріп жіберіп төмен қарай бірнеше тарта ар жағына тұрсақ осыдан ар басында мына есік қойып тұрмыз кілттеп тұр. Да, интерсектор көмекке считать. Жоқ, сайлау участок. Қанша қай жерде болды, бірінші этажда болды, тастайын. Сол. ютубке шығып жатыр ғой, екінші этаж, бақылаушыларды вообще екінші этажға отырғызып қойған. Күлкілі да просто. Бәріміз бір әділдік болсын дейміз. Иә,